Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін режиссер Ефим Аронның «Ботагөз» фильмі туралы әңгімелесуді ұсынамын. Фильм Сәбит Мұқановтың «Осы аттас» романының желісі бойынша түсірілген. Бұл картинаның идеологиялық туынды екенін бірден айта кету керек. Сонымен қатар «Ботагөз» үлкен стильдің кешігіп қалған үлгісі. Кинематографияда үлкен стиль деген ұғым бар. Бұл не? Қарапайым сөзбен айтқанда, адамның қалыптасуы, есеюі, құндылықтардың сәйкес келуі, бірақ қандай да бір рухани ізденіс пен азаптау арқылы емес, оның әлеуметтік жағдайының өзгеруі арқылы көрсетіледі. Мұндай картиналарда нақты идеялық түсініктерде қаланған. Идеология дегеніміз не? Бұл белгілі бір қоғамдық қозғалыстың немесе әлеуметтік таптың идеалдарының, принциптерінің немесе нышандарының белгілі бір этикалық жиынтығы. Олар қоғамның қалай ұйымдастырылуы керектігін түсіндіреді және белгілі бір әлеуметтік тәртіп үшін кейбір саяси және мәдени жобаларды ұсынады. Үлкен стильдегі көптеген фильмдер түсірілді, бірақ халықтың жадында әдетте идеологиялық қалып үшін емес, ұлттық болмысты бейнелейтін фильмдер қалады. «Ботагөз» фильм үлкен экрандарға 1957 жылы шықты. Отандық кинематография үшін бұл фильм маңызды рөл атқарады. Батыр қыз Ботагөзге тоқталайық. Бұл рөлді кеңестік және қазақ суретшісі, әрі актриса Гүлфайрус Исмаилова тамаша орындады. Роман авторы Сәбит Мұқанов менің шығармашылығыма риза болды. Ұлы жазушының аузынан жоғары баға естіп, риза болдым деп еске алады Гүлфайрус апай. Фильмнің басты кейіпкері Ботагөз есімді қыздың бейнесі басқа ұлттық одақтық республикалармен қатар социализм жолын таңдаған тұтас бір елдің бейнесі. Сәбит Мұқановтың романында бірте-бірте жетіліп келе жатқан Ботагөз беріледі. Ал фильмде бізде өте сұлу, сымбатты әйел бар. Оның жүрегін жаулағысы келетін көптеген ер адамдар, олардың арасында бос губернатор Итбай да бар. Ботагөз онымен кездесуден бас тартады. Ол үшін қатыгез жазаға ұшырайды. Жас әйелдің бүкіл отбасы ауылдан қуылады. Көп ұзамай Ботагөз өзіне ғашық Асқар ұстазға үйленеді. Киносыншылардың айтуынша, оның фильмдегі бейнесі романдағыдай емес, үстірт болып шыққан. Романда Асқар қайсар, қайратты тұлға ретінде суреттеледі, ал фильмде ол тым сентименталды және басқалардың нұсқауымен әрекет етеді. Тағы бір маңызды кейіпкер орыс қызы Лиза. Ол Ботагөздің жақын досы, орыс қарындасы болды. Фильмнің басында Ботагөз Лизаның шәкірті, ал соңында олар орындарын ауыстырады. Лизаның досынан үйренетіні де бар. Картинаның басты қақтығысы екі мәдениеттің текетіресі. Бұл бір қарағанда солай көріну мүмкін. Шындығында фильмдегі сюжеттің даму кезінде әдетте тарихи революциялық жанрдағы барлық кеңестік фильмдерге тән нәрсе болады. Бәрі жаман және жақсы қақтығысымен біріктіріледі. Жамандар патша режимінің өкілдері, ал жақсылар большевиктер және барлық жаңаның жақтастары. Сөйтіп, мәдени ұлттық мәселелер екінші жоспарға, үшінші жоспарға түседі, тіпті сюжеттен мүлде өшіп қалады. Картинаның сюжеті 1913-1918 жылдар аралығында өтеді. Небәрі 5 жыл. Бірақ бұл кезеңде Қазақстан жерінде қаншама оқиғалар болды. Жалпы ұлттық демократиялық қозғалыстың тууы, шаруалардың Қазақстан жеріне қоныс аударуы, Бірінші дүниежүзілік соғыс, 1916 жылғы көтеріліс, Алаш автономиясының пайда болу және көптеген тарих ағымнан білетін басқа оқиғалар. Бұл оқиғалардың барлығы фильмде бір сілтемеде емес, жеке эпизодтармен көрсетіледі. Бұл не қаһармандардың диалогтары, бір шайқас үзінділері, не ауыр каторгалардан қашу. Көрерменнің өзі басында байланыс орнатып, сол немесе басқа оқиғаның бүкіл елдің өміріне қалай әсер еткенін түсіну керек. Фильм ерекше техникалық тұрғыдан түсірілген. Кескін негізінен статистикалық, өйткені камера негізінен қозғалмайтын болды. Кадрлар жай ғана емес, олар кеңестік академиялық стильде анимациялық суреттердің жанды қозғалысы. Шынайылық атмосферасы мүлдем жоқ. Фильмдегі көптеген көріністер өте әдемі. Қазірдің өзінде жоғары технология ғасырында олар таң қалдырады. Кейбір кадрлар қазақ суретшілерінің сюжеттерімен үндес. Хлудов және оның шәкірттері Қастеев пен Чуйков. Ботагөз сияқты фильмдер қазіргі ұрпақ үшін өте маңызды және қажет. Қазақ киносыншысы, кинотанушысы Гүлнар Әбікеева былай дейді:
Қазіргі таңда кеңес дәуіріндегі фильмдердің қазіргі Қазақстанның мәдениеті үшін мәнін қайта қарастыру өте қажет. Бүгінде кейбір картиналар идеологиялық себептермен көтерілсе, басқалары керісінше жасанды түрде кемсітіліп, көлеңкеге түсірілгенін түсінеміз. Сол дәуірдегі режиссерлер орталықтың үлкен қысымымен кеңестік цензураның астында жұмыс істегені де анық. Ұлттық кино мектебінің қалыптасуының қалай өткенін қадағалап отыру одан да маңызды. Осымен сабағымыз аяқталды. Енді сіздерді сұрақтар күтіп тұр. Ботагөз фильмі қай жылы үлкен экранға шықты? Басты кейіпкерді сомдаған актрисаны аты. Басты кейіпкердің орыс досының есімі кім?